Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Google Диск, Google аккаунт. Google аккаунт негізі телефоныңды настраивать еткен кезде барлық компьютерлерде орнатылады. Құру үшін аккаунт Google.com деген сайтқа кіру керек болады. Міне қараңыздар, аккаунт Google.com. Осы аккаунтта создать аккаунт Google деген команда берсек, қадам-қадаммен басып отырып, мәліметтерді енгізе отырып, Google аккаунт ашуға болады. Google аккаунтта бірнеше функциялар бар, соның ішіндегі ең көп қолданылатыны ол Google Диск. Міне бізде бастапқы бет шықты, осы жерде мен создать аккаунт деген команда беремін. Осындай таңдауға мүмкіндік береді, яғни для личного использования, для ребенка, для работы или бизнеса. Аккаунт для личного использования. Бизнес үшін аккаунттың толтырылатын мәліметтері басқаша болады, және де бұл жердегі берілетін мүмкіндіктер де басқаша болады. Ал для личного использования деген кезде Google аккаунт бізге 15 гигабайт бос орны бар Google Диск ұсынады. Яғни міне мен қадам бойынша мәліметтер толтырып отырмын. Жеке мәліметтер толтырылады. Аты жөніңіз жазасыз, сонан соң туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз. Келесі қадамда біз почтаның адресін жазамыз. Яғни егер сізде бар болса, использовать существующий адрес электронной почты деп басып, өз почтаңыздың адресін жазасыз. Егер де жоқ болса, онда Google аккаунттан міне мынадай етіп бірнеше варианттар ұсынып тұр, немесе создать собственный адрес Gmail. Мен мынау ұнайды, осыны таңдаймын. Ары қарай. Google дисктегі бос орын 15 гигабайт деген ол өте көп ақпарат көлемін, яғни почтамен жіберуге болмайтын бумаларды, бірнеше бумаларды осы Google дискке сақтау арқылы басқа жерге жіберуге, яғни оған доступ ашуға болады. Сол себепті міне мен пароль қойып жатырмын. Почтаға пароль қойып жатырмын. Кейіннен бұл почтаны пайдалансаңыздар болады. Өте ыңғайлы сервис. Google диск деген бүкіл компьютердің ішіндегі ең керек деген мәліметтеріңізді Google дискке сақтап қоюға болады. Оны резервная копия деп айтады. Мына жерге резервный почтаның адресін жазыңыздар дейді. Пропустить етуге де болады. Мұнда барлық ақпарат барынша қорғалған. Яғни сіздің Google дискіңізге басқа адам сіздің рұқсатыңызсыз кіре алмайды, сіздің мәліметтеріңіз қолдана алмайды. Сол себепті және сол мақсаттарда адрес электронной почты для восстановления дейді. Яғни вдруг сіздің почтаңыз жабылып қалса, немесе жұмыс істемей қалса, онда екінші резервный почта арқылы оны ашуға және жасауға болады, қолдануға болады, ішінде мәліметтерді алуға болады. Міне, по политика конфиденциальности дейді, принимаю дейміз. Асықпай оқып шықсаңыздар болады. Бұл жерде контроль над данными, безопасность данных, яғни бүкіл Google компаниясының функциялары берілген. Міне бізде Google аккаунт ашылды. Осы Google аккаунттың ішінде міне личная информация, безопасность, настройки доступа, яғни бүкіл Google'дың ұсынатын қызметтерінің барлығы бар. Және де мынау тұрған, менде міне мынау тұрған көп нүктелерді бассаңыздар, приложение Google дейді. Яғни аккаунттың өзінің бірнеше қызметтері бар ұсынатын. Ол почта, ол
YouTube қызметтері, Gemini, календарь, Google Meet деген бар, Google фото деген бар, Google переводчик деген бар. Және осының ішінде міне Google диск деген жазып тұр. Басамын. Яғни мен қазір аккаунттан Google дискке өтіп жатырмын. Google диск бізде 15 гигабайт бұлтты технологияның бірі болып табылады. Сіздің көзіңізге көрінбейді. 15 гигабайт информация сол бұлтты сервистің ішінде тұрады. Ішіне бүкіл мәліметтеріңізді жүктеп қойып, кез келген интернет бар, өзге компьютерден, Қазақстанның кез келген түкпірінен ашып, өзіңіздің мәліметтеріңізді редакторлап жұмыс жасай аласыз. Өте ыңғайлы сервис, өте жақсы дамыған сервис, және де интернет нашар болып тұр, жай істеп жатыр. Және де бұрынғыдай флешкаға жазып алу керек еді, файлдарды дискке жазып алу керек еді, үйдегі компьютерде файлым қалып кетті деген айтылмайды. Уже Google дискке сақтап қояды. Кез келген жерден Google дискті жаңағы электронный адресіңізді теріп, паролін бере отырып, ашып, ары қарай керекті файлдармен жұмыс жасай бересіз. Жай істеп жатыр.